Қасқыр мен аю. Бір күні бір қасқыр шөпке ұялып, артынан бір аю шықты. Аю шыққанда, аю қасқырға айтады екен. Қасқыр, мен сені жеймін. Мені жемеші. Мен саған өлемін. Сен мен жемесең, мен саған сиқырлы тас әкелемін. Сосын жарайды, мен сені жемеймін. Ал сен менің сиқырлы тасымды әкеліп бер. Жарайды. Сосын жүріп келе жатқанда бір кішкентай тесіктен шыққан, бұл шыққанда қасқыр ойбай деп шошып кетеді екен. Сосын қасқыр ұстап алады да оны айдалаға лақтырады екен. Сосын өзі жүреді де сиқырлы тас табады екен. Сосын сиқырлы тасты алады да жүріп келе жатып аюға береді. Сосын аю, қасқыр, саған көп рахмет дейді. Сосын қасқыр мен аю өз етегіне барып тамақтан ішіп отырады. Сосын қасқырдың мамасы сабағынан келеді. Ал баласы екінші сабағынан келеді. Сосын аюдың анасы келеді. Сосын екінші аюдың баласы келеді. Сол ұйықтайды да түн болған соң екеуі алдарынан шығады. Сосын олар бірге тұрады. Сосын олар балалары бірге ойынға тоймай ойнайды. Бала қайтын ұйықтанда кешке дейін ерте тұрып ұйықтанда. Ертегі бітті. Осы ертегіні күнде радиоға жазып тұрып тыңдап алыңдар. Қайыр кеш. Пока.